Брат, болмайды мынау бар ғой ше. Мә, қазақстандықтардың бәрі минусқа кіріп жатыр енді. Бұл деген уже қате ғой. Біз мынау давай қазақтар байсын деп, көрсетіп, деді, мынандай нәрсе істеп, теріске болады деген секілді айтамыз, бірақ қарайсың, просто көзімнің алдында минусқа кетіп жатыр адамдар. Мына жерде Алматыда былайынан очередь болып жатыр. Адамдар бәрінде заказ бар. Не үшін қайдан түсіп жатқан заказ деген ой келеді. Қайдан түсіп жатыр ол заказдың бәрі? Қалай ол бір күнде фук еткізіп дамып кете салды, біздің Қазақстанда деген ой келмей ма, брат? Ойлашы, брат, я десе хотя бы. Иә, вот. Сол неге? Өйткені қазақтар жақсы көреді. Қатесін пайдасын, оборот күшті болып отыр ғой деген секілді әңгіме бар да. Товардың возвратности бар, маржинальности бар. Ешқандай нәрсені дұрыс істемейді. Пример ретінде мен сіздерге қазір электрический чайникті кетір. Электрический чайник жақсы көремін ше. Пример ретінде келтірсем. Просто ондай нәрселер өте көп қайталанды. Қазақтар жандарым. Вот, так что давайте қателеспейік, давайте дұрыс есептейік. Бір товарды нормальный маржаға сатсақ та, үстінен пайда қалсын лучше. То есть бізге пайда қалса, біздің экономикамыз дамиды. Базар экономикамыз дамиды. Просто сіз ешқандай дамый алмай қалса бұл жерде, сіз по-любому минусқа кіресіз, ол не керегі бар бізге? Давайте дұрыстап есептейік. Қазір тұрып келтірем, қазір тегін, просто от души. Бірақ дұрыс есептеңіздер, өтініш. Хорошо? Договорились? Бір пример келтірем. Бағана біз оны түсірген болатынбыз. Енді қазір четко, как есть. Электрический чайникті бәріміз білеміз ғой. Қараңыздар, мынандай товарлар бар да, которые чисто Wildberries-тің өзі сататын. Чисто өзі сататын товарлар, олар бізде Wildberries-тің өзі сататын товарлар басқа біреуге сатқызбайды. Неге деген сұрақ келеді. Өйткені ол товар спроста бар да, ол үлкен спроста бар. Wildberries-тің өзі отырып алған оның ішіне. Басқа конкуренттер неге ол жаққа кіре алмайды деген сұрақ. Хотя оның сертификаты барлығы бар. Неге басқа брендтер кіре алмайды ол жерге? Даладың товарный знак болсын. Неге басқа брендтер келмейді? Өйткені Wildberries именно сол товарға не істейді? Логистикасын, құнын өзінің товардың бағасынан да қымбат қылып қояды. Енді ойлай беріңізші, не сұмдық бұл? Вот тура солай біздің қазақтар минусқа кіріп жатыр. Барлығын ойлайды да логистикасы. Да примерно 500 теңге шығар келсе деп. Жоқ, ондай емес, 500 теңге емес, 2000 теңге логистикасы тип сондай да. Айтсаң кете береді да. Так что давайте бір примерін келтірейін. Мен просто өзімнің жеке фулфилментім бар. Біздің фулфилментте ең басты мақсатымыз адамдарға вот реально хоть білмей жатыр ма, көмектесіп жіберу, там адамдарға упаковкасынан былай тегін жасап бере салу или там условия жасап беру, товарларын бағанағы Алматыдағы склад алыс болғаннан кейін 100 теңге, 200 теңгеге жеткізіп беру, то есть өте тиімді бағада деген секілді адамдарды көмектесу мақсатында бірінші ашылған болатын. Және де жағынан өзімізге де өте үлкен пайда, то есть үлкен болмаса да, бірақ бағанағы қазақтар байысын деген мақсатта жасалған нәрсе. Так что если фулфилмент услугасы керек болса, описаниеда бізде болады. Бұл просто ой, блин, Айдархан рекламасын тығып жатыр деген әңгіме емес. Бұл реально мықты фулфилмент. Реально ең мықты фулфилмент болады, иншалла. Көресіздер. Вот. Енді қараңыздар, давайте электрический чайникқа қайтадан оралайық. Электрический чайниктің бағасы 3700 теңге тұрады. Барлығымыз білеміз, ол Тефаль да, былай айтқанда біз бәріміз Тефаль деп айтамыз, бірақ Тефаль емес та ол. Тефаль деген бренд та, по идее. Вот 3700 теңге, ол бізде рубль қанша еді? 481 рубль. Жетті 6 мен есептегенде 481 рубль болады. То есть біз оны рубльға айналдырып алдық, ол бізге ыңғайына, в общем, келтіріп алдық. Допустим, біз бұны товардың бағасын 1000 рубль деп сататын болсақ, сол жерден біз примерно 15%-ін алып тастайық, ол бізге комиссия Wildberries-тің өзін көретін комиссиясы. 15%. Біз сататын бағадан алып тастайық. 1000 рубльға сатамыз дедік, бізде комиссия Wildberries, ол бізде 150 рубль болады сонда. Комиссия Wildberries. ВБ деп қойын. Енді бұған біз қосамыз 33 рубль возврат товары. Возврат дегеніміз ол товарымыз барған кезде возврат болып қалған жағдайда қайтқан кезде тағы да 33 рубль қосылады. Вот соны біз обязательно себестоимостьқа қосу керекпіз. Енді келесі мәселе бізде қосылатын, вот қараңыздар, мына жерінде Wildberries конкретно жестко өшеде шугать етеді біздің продавецтерді. То есть бізде ол логистиканың құны ол жаққа жеткізіп бергенде 256 бақандай рубль. 256 рубль деген, ойбай, бұл деген 1600 теңге ғой, почти ойлаңыз, 1600 теңге. То есть бұл бізде просто логистика. Енді упаковка мәселесі бар, оны біз обязательно қосу керекпіз. Упаковать етіп, фулфилментқа салып жібергеніміз бар, анауымыз бар.
То есть бұл давай фф деп қоя салайын, просто упаковка мәселесі. Мына шығындардың барлығын қосқан кезде бізде қанша шығады? 980 рубль плюс-минус. Ол бізде теңгеге шаққан кезде, теңгеге шағайық, 7500 рубль дейік жуықтап. Ой, теңге, то есть 7500 теңге. Енді қараңыздаршы, 7500 теңге. Бұл жерде біз әлі нені қосқан жоқпыз, айтайын ба? Бұл жерде біз әлі товардың несі бар, возврат болғанда хранение тұратын құны бар. Одан кейін возврат болып келген кезде 33 рубльмен ол қайтадан баратын құны бар бір товардың. Қайтадан барғанда ол қайтадан мынандай логистика жейді. То есть 8000 плюс-минус еще соған, еще комиссияңыз бар сіздің счетыңызға ақша түскен кезде, барлығын қосқанда сізде 8000 болады да, плюс-минус бұл біз санаған өзінде одан да көп шығуы мүмкін. Енді қараңыз 8000 рубль, 8000 теңге. Ал мынау біз 3700 теңгеге сатып алдық. Енді қараңыздар. Бұған еще маржа қосу керекпіз ғой біз. Маржа бұл жерде пайда жоқ, себестоимость бізде 8000 теңге шығып тұр. Енді менің бағанағы айтып отқан примерім, менің фулфилментімда бір кісіні көріп қалған упаковать етқанда, өткен мен логистикасы қымбат екен білем, өткен мен ол товарды өзім зерттеген едім. Айттым, сен бұны қаншаға сатып жатсыз? Ол кісі айтады, қаншаға сатып алдыңыз деймін, 3700 теңге сатып алдым дейді. Қаншаға сатып жатсыз десем, 8000 теңгеге сатып жатырмын дейді. Енді 8000 теңгеге сатып жатыр, 0 ғой, жерде 0. 0 просто, 0 работает, понимаете? Просто себестоимостьқа товарды сатып жатыр. То есть, жарайды, бұл жақсы ғой, себестоимость 0-ға шығып жатса, хотя бы, ішіне 500 теңге қалып жатса, там, минусқа кетіп жатыр да, кейбіреулер даже, бұндай маржаны қоймайды. 3700 дейді, үстінен давай 2000 теңге қойық, от души, короче. 2000 теңге қосады, 5700 теңге болады, минусқа кетіп жатыр. Все легко и просто. Так что, жандарым, қазақтарым, давайте себестоимость дұрыс жазайық та. Не болса да лучше 100 сапасыз заказ болғанша, бір сапалы заказды орындайық. Хорошо? Қазір потихоньку біргейік та, Қасым.қазақ деп инстаграмға жазайық, немесе астына ссылканы басайық та, маған подписать етіп қойып. Осындай пайдалы ақпараттармен мен инстаграмда көп бөлісетін боламын. Және өзім подписчиктеріме тегін МПС доступын беретін боламын. Сол, короче. Все, давайте. Менің ютубыма жазылыңыздар, комментария. Видео ұнаса, комментарий басыңыздар. Все.